Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аномай каналы. Бізде бүгін новый видео и новая распаковка. Және де достар, бізде бүгін бірден екі коллекция новый. Біріншісі ол бізде алдыңғы видеоның посылкасынан келген, яғни бумажный красотаның коллекциясы рандом. Вот, осындай пакетиктер. 5 пакетик бұл жерде. Вот. Және де коллекция, менің коллекциям маникюр. Бұны бір қыз тапты алдыңғы видеоларда. Вот. Өте кішкентай пакетик. Мінекей былайша размерін салыстырғанда. Бұл пакетиктің 4-тен 1 почти. Өте кішкентай коллекция. Және де бұл жерде бізде 10 пакетик. Вот осындай. Онша әдемі емес, бірақ ішіндегі маникюрлер, наклейкалар өте әдемі. Және де бұның открывашкасы денежное мыло коллекциясындағындай. Вот. Негізі бұл коллекцияны мен бұрында жасап қойғам. Сол себепті осындай открывашка. Және де біз бүгінгі видеода сердце видео коллекциясын аяқтаймыз. И менің алдыңғы видеомда, яғни посылка ашқан видеомда өте көп просмотр. Онша көп емес, енді мен үшін көп. Вот. Но былай актив нормально. Бірақ одан да керемет қыласыздар деген ойдамын. Так, ендеше кеттік, пакетиктерді таңдайық. И бізде коллекция шоппер. Мен бүгінгі видеода осы пакетикті алайық. Вот. Және де коллекция птенчик. Біз бүгінгі видеода мешали. Вот, осы пакетикті аламыз. Және де коллекция косметика. Келесі видеода бұл коллекцияны аяқтаймыз. Мен бүгінгі видеода осы розовый түсті пакетикті таңдаймыз. Және де сердце видео аяқтаймыз. И алдыңғы видео новый коллекциясы денежное мыло. Так, бүгінгі видеода осы пакетикті алайық. Вот. Толстый. И коллекция моркос. Біз бүгінгі видеода, но даже білмеймін. Так, осы пакетикті алайық. Вот. И коллекция, новый коллекция маникюр. Кез келген бір пакетикті алайық. Так, осыны алайық. Самый ужасный маникюр. Өте кішкентай коллекция. Және де коллекция рандом, бумажная красота. Және де мен бұны кішкентай каталогыме емес, өзімнің каталогыме жабыстырамын. Өткені Қытай каталогым, оған жабыстырғым келмейді, өзімдікіне жабыстырғым келеді. Вроде ішіндегі наклейкалар өте әдемі деп ойлаймын. Так, екі жасыл, давайте алмұрт. Вот. Біз бүгінгі видеода осындай 8 пакетик ашамыз. Мінекей. Және де каталогым. И бізде флаги коллекциясы аяқталды. Лолипоп тоже. Авокадо алдыңғы видеода аяқталды. И қазір бізде сердце видео. Вот бізде бірінші коллекция сердце видео. Және де мен оның астына скотч қойып қойдым. Но сіздерге ыңғайлы болу үшін тоже маған да. Так, біз бүгін оны аяқтаймыз өкінішке орай. Но негізі мүлде аяқтағым келмейді бұл коллекцияны. Вот, өте керемет ашылды. И ішінен бізде осындай пончик. Вот, осындай сердечкамен. Әрине оның номер бізде 2, бірақ номер ішінде. Ашайық. Вот, номер 2. Осы жерге жабыстырамыз. И бізде сердце видео коллекциясы аяқталды. Және де келесі коллекция ол бізде косметика. Так, алдыңғы видеода бізде вроде туш түсті. Так, пакетикті ашайық. Вот оның пакетигі. Ноты шықпады. Так. Вот. И бізде бүгінгі видеода вот осындай наклейка, алоэ. Білмеймін бұны не екенін, вообще қолданбағанмын.
Ну, вроде ол бізде уход. Я. Номер 7. Осы жерге жабыстырамыз. Вот. Келесі видеода бұл коллекцияны аяқтаймыз. И бізде келесі коллекция птенчик. Вот. Птенчик. Вот оның пакетигі. Не шали. Так, ну неге дұрыс шықпаған білемін бұның. И так, бізде бүгін осындай птенчик. Чё как? Вот осындай пчелка. Так, номер жоқ әрине. Вот, бұл бізде бірінші бет. Контурын тез тауып алдық. Келесі видеода бірінші бетті аяқтауымыз да мүмкін. Или аяқтамауымыз да мүмкін. Так, наклейкасын ашайық. Вот. Мінекей. Почти аяқтап қалдық бұл коллекцияны. Ой, бұл пакет, бұл бетті, бірінші бетті. О, жоқ. Ну ладно. Так, келесі коллекция ол бізде Муркс. Вот оның пакетигі. Бірінші осы. Ну, нормально. Ну, как всегда. Ну, ладно. И бізде бүгін бір наклейка, және де осындай Муркс. Хай. Және де вроде оның контуры. Вот, осы жерге. Мінекей. Так, осы жерге жабыстырамыз. Вот. Ну, вроде түзу. Және де келесі, так, денежные мыло. Алдыңғы видео новый коллекциясы. Алдында бізден бірден 10 000 теңге түсті. Вообще шок. Вот. Так, пакетик осылай ашамыз. Но білемін бұны дұрыс шықпайтынын. Қазір маникюр коллекциясын көреміз тоже. Ода дұрыс шыға ма, әдер шықпай ма. И так, бізде бүгін ең аз теңге 200 теңге. Вот 1000 теңгемен 200 теңге. Яғни, ой, 10 000 теңгемен. Так, оны осы жерге жабыстырайық. По порядку жабыстырамыз. Вот. Неге. Және де коллекция шоппер. Вот алдыңғы видеода бізде осындай огоньмен түскен болатын. Так, оның пакетигі. Ашамыз. Өте керемет. И бізде бүгін осындай шоппер. Вот. Жазумен, осындай оранжевый. Я не знаю, чем я всегда занята, но мне всегда никогда. Но мен орысшама акцентіме кешірім сұраймын. Вот, онша орысшаға акцентім төмен. Так, номер бізде 6. Вот. Яғни осы жерге жабыстырамыз. Ну, нормально. И насечек сналамыз. Номер 6. Вот. Я не знаю, чем я всегда занята. Вот. И бізде шоппер коллекциясы вот дайын болды.
И келесі новый коллекция, ол бізде маникюр. Так, скотчты жақындатайық. Вот, мен оны білдіріп қойғам уже. Бірақ оны бір қыз тапты. Я комментарий жазып кеткен болатын. И бізде номерлер берілген. Және де ішінде номері бар наклейка, оны біз қолға жабыстырамыз. Ал номер жоқтарды біз осы жерлерге жабыстырамыз. Вот, ал біз енді перфорация нормально шыға, соны көрейік. Ну, давай. Ой, неге соңына дейін емес, но нормально ашылып келеді дағыны. Вообще бұл перфорация мүлде маған арналмаған. Вот. Нормально. И так, бізде осындай маникюр. Вот, черный, белый, простой. Осындай маникюр түстім. Және де бұл бізде обложкамен номер ішінде. Номер жоқ, яғни біз оны қолға жабыстырмаймыз. Кез келген жерге. Так, вроде осы жерге жабыстырайық. Ну вот. Осылай. И келесі ол бізде рандом коллекциясы. Вот, оның беті осындай бет арнадым. Әлі ондай украшение істеген жоқпын. Вот, пакетикті ашайық. Бізде бүгін алмұрт пакетигі. Ішіне қандай наклейка шығады. Вообще қызық. Но басқа коллекцияда өте қатты жабыстырылған екен. Насечка вроде жоқ. Но мен енді барынша жыртып алмауға тырысамын. Так, өте қатты жабыстырылған. Ну ладно. И бізде вот осындай тіс. Мінеки, құрттаған уже тіс ауырып тұрған. Вот. Осындай тіс. Так, бұл бізде пергаментпен. Но менде бұндай пергамент болмаған. И осы жерге жабыстырайық. Или осы жерге. Вроде осы жерге жабыстырайық. Вот. Бұл пергаменттің қалай ашылатын көрейік. Және де рандом коллекциясы өте қызық. Вау, просто керемет. Неге. Және де осы жерге. Мен негізі бумажный зефирка салаты көріп атып, посылка ашқаны вообще қызығып, мен де ашқым келіп сөйтетін. Но вообще арманым орындалды күтпеген жерден. Вот осындай коллекция, және де рандом коллекциясы өте қызық. Ішінен қандай наклейка шығатынын білмейсің даже. Но ашқан сайын қызық болып тұрады. Ал мысалы кез келген бір коллекция, мысалы зубы коллекциясы болса, онда тек ішінен зубылар шығады. Соны білесің. Бірақ рандом коллекциясы өте ерекше. Вот, маған өте қатты ұнайды. Бірақ мен өзім рандом коллекциясын мүлде жасамағанмын. Иә, алдағы уақытта жасаймын деген ой бар. Бірақ білмеймін, оған вообще шабытым ашылып жүрген жоқ менің. Вот. Және де бізде распаковка аяқталды. И бізде тек 2 сұрақ қалды. Так. Вот. Оның коробкасы. И мен бүгінгі видеода 2 сұрақ алам. Өйткені видео өте көп. Ну, знайық. Өте аз сұрақ қалды. Но мен бұған вроде қосып, или қоспайым, бұл коллекцияны аяқтай салым да мүмкін. Но бірақ білмеймін. Және де бізде біріншісі үй жануарында көрсете аласың ба? Ну, яғни жайсайды. Яғни біздің менде үй жануары бар, ол бізде ит, көрсете аласың ба? Кешіріңіздер. Так, ну қазір соңынан көрсетем. Ну, вроде көрсете алам. Сіздер үшін далаға шығамын десене. Ну ладно, көрсетем. 2 сұраққа жауап беріп кетейік. Сен қанша подписчигің болғаны қалайсың? Әрине 100 000, бірақ ол просто арман деп ойлаймын. 100 000 ондай жиналмайтын шығар. Но қазіргі мақсатым менің 1000-ға жеткізу, 1000 подписчикке жеткізу. Вот, бірақ ол арманға әлі ұзақ. Бірінші 100-ге жетіп алайық, сосын барып 1000-ға жете жатармыз. Вот. Ендеше кеттік, үй жануарымызды көреміз. Вот, достар. Ну, тұрмға алшып кеткен.
Вот, менің күшігім. Мынау күшік ол әрине. Бұл бізде қазақи төбет, сол себепті негізі қазақтар тек төбет сондайлар асырайды. Мысыққа вообще болмайды. Мысық онша асырамайды. Мысалы біздің отбасыда мысықты жеп көреді, итті жақсы көреді. Жаңағы ит еще ұрғашы вообще ұқсамайды. Вот. Но негізі кітайынан қабаған қылып өсіргенбіз. Сол себепті күшік кезінен бастап шынжырда тұр. Вот. И бізде бүгін видео аяқталды. Өте ұзақ видео болды, кешірім сұраймын. Или ұнаса, өте ұзақ видео ұнаса, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Мен комментарийді ашып қоямын міндетті түрде. Және де видео ұнаса, міндетті түрде подписация етіп, тездетіп 50 подписчикке жеткізіп, одан кейін 100-ге, одан кейін 500-ге, сосын 1000-ға жеткізсек. Әрине ол қиын емес сіздерге, просто бір кнопканы, подписка деген кнопканы басасыздар, ол өте сіздерге оңай, ал мен үшін бір подписчиктің өзі қуаныш. Сол себепті тездетіп подписаться етіп, лайк басып кетейік. Всем пока-пока.